Қайырлы күн, құрметті достар. Аға, есіміңіз, аты жөніңіз, қай жерден келдіңіз? Қытайдан 2010-да келген. Онан кейін осы жаққа тұрып, сол Ұлан ауданы Алмасай ауылында болдым, мына Шығыс Қазақстанның. Содан келіп, мына бүркітті көтеріп жатқан жайым осылай. Есіміңіз аға? Есімім Сәден Таутан. Қасқыр алдыңыз ба бүркітпен? Жоқ, қасқыр алғам жоқ. Қандай аңқыс алдыңыз? Түлкі, қоян дегендерді алғамыз. Бүркіт жалпы күнне неше ет жейді? Таза Күніне ет. бұл енді 1 килограмм ет жейді. Ет болмай қалса не істейсіз? Ет болмай қалса мал сойып, содан береміз. Арнайы бересіздер. Мынау семьяның бір мүшесі ғой. Бүркітті айтады, осы үлкен бір жілікті жұтып қояды дейді. Сол дұрыс па, өтірік па, шын ба? Жоқ. Үлкен жілікті қайтып тұтады. Жұта алмайды, кейбір бейнелерді көрсетеді. Жақсы. Бүркіт адамның мінезін өзгерте ме? Өзгертеді. Қалай өзгертеді? Бүркіт мінезді болып кетесің. Үнемі бірге жүріп, бірге тұрғаннан кейін, мынау енді осы құсап дала дүз тағысымен бірге жүрген адам мінез өзгеріп кетеді екен. Қазір енді мысалы мына бізде заманауи құрылғылар бар ғой, дрон деген. Соны осы бүркіттен алып көшірді деп ойлайсыз ба? Осы бүркіттің түпнұсқасы деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Бүркіттің өзі дрон ғой бұл енді. Соны айтып тұрмын ғой, бұл айтқызбай алады ғой, иә? Өзі дрон мынау енді. Ақсақал, соны тағы да бір мысалдар бар. Осы кейбір сиырлар сүт бермей қойса дейді, қасқырдың бөлтірігіне апарып берсе, оның қасиеті бар ғой бөлтіріктің. Сиыр сүт келеді дейді. Ал бүркітте сондай бір қасиеттер бар ма? Киелер айтып берсеңіз, мысалы үшін біз білмейтін, естімеген. Бүркіттің енді қасиеті керемет қой бұл. Семьяның бір мүшесі болып тұр. Тегінде бұл енді ата бабамызда көтергенде мына босана алмай тұрған әйелдер, осының мына екі қанатымен бүйтіп қақтырғанда әйел босанып қалады екен, бала түсіп. Бұның қасиеті сол ғой. Тамаша, керемет. Қазақ ата бабамыз білген ғой. Аязда сыртта тұра берме бұл бүркіттер? Аязда семіз кезде мынау далада тұра береді. Қайырған кезде мынау үйде тұрады. Үйге қоямыз. Жақсы. Бүркіт неше жыл жалпы адаммен бірге өмір сүреді? Қолда ұстайсыз? Енді мен арғысын білмеймін, мына 30 жыл жасайды екен. 30 түр өтіп, бұрынғы ата бабаларымыз бүркіт салды. Жақсы, ақсақал. Енді бүркіт жалпы айтады, осы соңғы күндерін жарғабақтан бір құлайды дейді. Соны көрдіңіз ба, естідіңіз? Жоқ, оны көргем жоқ. Ол енді өтір құламайды ғой. Құламайды, Құламайды. Жан біреу адам қалай өлсе, мынау да солай өлетін болады. Халыққа бір ауыз тілегіңізді айтыңыз. Халыққа енді көп рахмет. Мейрамдары құтты берекелі болсын. Дастархандары мол болсын. Әрқашан жақсылықта кезігіп жүрейік. Келіп біз енді осы бүркітті көтеріп, мына осы үлкен сәлияларымызбен, ардагерлерімізбен кездесіп, осындай бір немене болып жатыр. Бұларына көптен көп рахметімді айтамын. Жалпы осы мен бүркіттің дауысын тыңдаған кезде адамның бір жүйке жүйесі тынышталатын секілді. Сол сізге сезіле ме сондай нәрсе? Сезіледі, көмектеседі ғой адамға. Көмектеседі. Ашуланған кезде, сырқаттанған кезде, енді бұрын қобызбен емдеген ата баба бүркітпен емдейді, қасиеті бар ғой. Жақсы ақсақал, рахмет сізге, аман болыңыз. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, еліміз аман. Әмин. Ағамыз да осындай бүркітімізді әкеп